Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен дәл осы көріп тұрғандарыңыздай әдемі оформлениемен шоколадный торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып тіркеліп алыңыз. Корждарын жасау үшін бізге қант, айран, сұйық май, ұн, какао, қопсытқыш және жұмыртқа керек болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Сонан соң жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Міне осындай аппақ масса болады. Сонан соң үстіне сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырамыз. Кейін айранымызды құямыз. Айранды құйып, және бір араластырамыз. Кейін дайындап қойған ұнымызды аз-аздан салып отырып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Міне қамырымыз осындай қоюлықта болу керек. Сонан соң осы дайын болған қамырымызды таразының көмегімен теңдей төртке бөліп, өлшеп алып, кез келген формада пісіріп аламыз. Менде диаметрі 24. Қамырды жақсылап тегістеп алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минутта пісіріп аламыз. Міне корждарымыз көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ әдем болып пісіп шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне творожный сырға қантты салып, жақсылап бірінші миксермен араластырамыз. Сонан соң үстіне сливкиді құйып, қою масса болғанша араластырамыз. Міне креміміз да дайын болды. Осындай қоюлықта болу керек. Енді корждарымызды жинайтын боламыз. Арнайы торт жинайтын ыдысқа кішкене крем жағып, сонан соң бірінші коржды қоямыз. Кейін осындай мен кольцо пайдаландым. Тортымыз дөп-дөңгелек теп-тегіс болып шығу үшін. Бұны пайдалану міндетті емес. Корждарды бірінің үстіне бірін қойып, жинай берсеңіздер де болады. Бірінші коржымызды қойып, үстіне 2-3 қасықтан крем салып, дәл осылай барлық корждарымызды жинап шығамыз. Корждарымызды крем жағып жинап алған соң, міндетті түрде холодильникке кем дегенде 5-6 сағатқа қойып демалдырып аламыз. Сонда кремдеріміз корждарға сіңіп өте әдемі болып тұрады.
Менде холодильникте бір түн тұрды. Енді сыртына крем жағып, тегістеп әсемдейтін боламыз. Кремді міндетті түрде кондитерский мешокқа салып алып, жақсаңыздар өте ыңғайлы болады. Кремімізді айналдырып жағып шықтық. Енді арнайы тегістегіш құралдардың көмегімен тортымызды тегістеп шығатын боламыз. Достар, егер де осы қазақ тіліндегі каналдың дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің бұдан кейінгі жаңадан салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Міне тортымызды әдемі етіп тегістеп алдық. Енді әсемдейміз. Жаңағы қалған креммен осындай узорлар жасап аламыз. Жалпы әсемдеу өз қалауларыңыз бойынша. Сонда да мен өз әсемдеу жолыммен бөлістім. Кремдерімізді осылай қойып алған соң, осындай қара печеньелерді ортасына қойып шықтым. Сонан соң, осылай әдемі болып тұру үшін шоколад пайдаландым. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай шоколадпен безендірдім. Сонан соң қара печеньеден қалған бөліктерді осылай ұсақ бөліктерге бөліп, айналасына жабыстырып шықтым. Кейін қалған ұсақ бөліктерге бөліп, осылай кремдердің үстіне қойып шықтым. Бұның барлығы өз фантазияларыңызға байланысты, қалай әсемдесеңіздер де. Міне, құрметті көрермендер, осымен біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашатынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.